Сен жаңа бірінші бүйтейік та, сен коллекторға берген кредитің бар емес, коллекторға төлеп жатырмын дедің ғой. Үйге хат хабар келді ма? Звондаған, Жоқ, хабар келген жоқ, звондаған. Былай болу керек қой. Қай банктен алдың сен? Қауын кредит. Қауын кредиттен алдың, сен төлей алмай қалдың. Олар саған бір айдың ішінде төлей алмай қалған кезде хабар жіберу керек, ей төле анау мынау деп. Ондай хат келген жоқ қой? Жоқ. Жақсы. 3 айдан кейін олар коллекторға беретін жағдайда біз коллекторға беріп жатырмыз, анау мынау деп. Хат келді ме ондай? Жоқ. Жоқ, коллекторға беріп жатырмыз деп хат келгенде коллектор өзі звондады маған, ондай келген жоқ. Звондады, мен сені сұрап тұрғаным, хат келді ма? Жоқ деген жоқ. Онда өтірік қой оның бәрі. Оған сенбеу керек. Пока құжат болмайынша өтірік деп есептейсің, түсіндің ба? Сен звондады, сендің төлеп жатсың. Реквизиттері қандай олар? Атауы қандай? Білесің ба? Коллекторлық агенттіктің. Коллектор оған келіншегім төлеп отыр. Енді қара. Сен үйге бар. Сөйтіп квитанцияларды қара, кімге төлеп отқаныңды қарайсың. Кімге төлеп отқаныңды анықтап ала өлі. Содан кейін енді төлемдерді тоқтату керек. Неге? Өйткені сен білмейсің ғой қайда төлеп отқаныңды. По идее, звондады саған айтты, мүмкін сен тіпті басқа біреудің шотына ертең банк шығуы мүмкін, маған ақша төле деп. Сол үшін сен алдымен бірінші банкке арыз жазуың керексің. Қауым бізде Қазалыда бар ма Қауым банктің несі өкілдігі? Өкілдер болғанда несі бар, былайша филиалы бар. Соған барасың, арыз жазып тастап, маған берешегім туралы анықтама беруді сұраймын дейсің. Сосын олар саған я берешек мынандай деп береді, немесе коллекторға өтті дейді де, коллектордың данныйын береді. Содан кейін коллекторға жазу керек арызды. Менің қарызым қанша болды? Мен осындай 115 квитанцияның көшірмесін тігесің. Оригинал емес, көшірмесін тігесің, мен төледім. Бүгінгі күнгі қарызым қанша деп сұрайсың. Сосын олар саған есебін беру керек енді, дұрыс төлеп тұрсаң. Сосын сол есеппен сосын сұрайсың үшіншіден. Мен сол бір хаттың ішіне сұрайды, қай реквизитке төлеймін, осы дұрыс па деп. Иә дұрыс десе, өзі жауап береді, дұрыс берешегің кеміп жатыр десе, онда сен дұрыс реквизитке төлеп жатқан. Сөйтесің төлей бересің. Енді қара, бәрін төлеп 115 мың қалды деп тұрсың, төлеп біттің ғой. Соңғы квитанцияны бәрін жинап тіркейсің да, коллекторлық агенттікке айтасың, менің қарызым жоқ екенін анықтама бер. Мынандай банктың займ бойынша менің қарызым жоқ екенін дәлелдеп анықтама бер дейсің. Олар сол анықтаманы береді, содан кейін аласың, 10-15 жыл сақтайсың соны. Квитанциясымен жаңа құжатымен. Бұл дұрыс төлеу болады. Түсіндің ғой, бекерден бекер оған төлеме енді қазір тоқтат. Сосын пене ешнәрсе өспейді оған неме. Сосын екінші кредитін соттан бердім да бірдеңе. 380 мың теңгені сен неден алып тұрсың? Ол да Қауым банктен? Иә, Қауым банктен. Соны төлемей жатсың, қанша уақыт болды төлемей жатқан? Ең кеше не басталып кетті ғой, мына коронавирус. Ал 2020-дан бастап төлей алмай қалдың? Содан кейін төлей алмай қалдым. Енді сен оны да күт енді. Күткенде хатпен анықтап ал. Саған звондап тұрған, егер соттан анау дейтін болса, ол коллекторлар не емес ол. Банктен емес, скорее всего. Банктегі адамдар өздері өйтіп звондауға қорқады. Өздерінің аттарын былғап алмас үшін сөйтіп коллекторға береді. Коллекторлар жаңа заңсыз әрекеттерге жол береді сөйтіп ше. В общем, қалай болса да бар ғой, атың кім? Сержан. Сержан. Қалай болған күнде де былай ғой. Саған біреу қоңырау шалды, ақша төле деп, сен соған сеніп төлемеу керек, бітті. Мен саған қазір звондасам, Сержан, сенің ағаңның менде қарызы бар, соны төлемесең ағаңды өлтіремін, басын кесіп аламын, я болмаса үйін тартып аламын десем, сен маған төлейсің ба? Мен дәлелдеуім керек қой саған. Сол сияқты нәрсе ғой. Олар заңда бекітілді. Банк туралы заң бар, жаңағы коллектордың қызметі туралы заң бар, соларға сәйкес істеу керек ғой. Сондықтан сенбеу оларға. Мен былайша заңды біле бермеймін. Білемін ғой. Сосын ғой сізге келіп тұрған қандай көмек болады деп. Все, онда маған анау ертең мына құжаттар неге керек деп отырмын, жаңа жинақтап алып. Ертең сотқа сен берсе, бізде ситуациялар болып жатыр. Сен төлеп болдың, құтылдым дейсің, квитанцияны лақтырып тастайсың, бітті. Звондайсың оларға. Я құтылдың Сержан дейді, сен қуанасың, тастайсың, лақтырып тастайсың, болды ше. Сосын олар ертең сотқа берген кезде сен не істеріңді біле алмайсың. Сотқа берді, сен не істейсің? Дәлелің жоқ сен. Түсіндің ба? Квитанцияң қайда? Жырып тастадың. Банктен сұратады, жоқ, бәрі ауыз бәрі бір ғой, олар таба алмайды ол квитанцияны. Оны сен өзің дәлелдеуің керек болып қаласың ше, түсіндің ба? Ал жаңа құжаттар, менің қарызым осындай болып еді, мен осынша төледім, құтылдым. Міне квитанциям. Болды ше, түсіндің ғой? Дәлелі ғой. Ана коллекторда жатқан ақша өспейді. Егер келісімшартқа отырамын десең, біз оны келісімшартқа отырып, берешекті анықтау жұмыстарын істеп береміз. Содан кейін соған сәйкес жұмыстарды істей бересің. Дым проблема жоқ. Зато ақшаң далаға кетпейді, ертең сосын өзіңнің құқыңды қорғайтын жағдайда боласың. Түсіндің ғой мені? В общем, ойлан, кел. Ал жаңа екінші мәселе бойынша оны екеуің өздерің шешіңдер, реттей бересіңдер, оны жарай ма?